Саламатсыздар ма? Менің атым Жиенбаев Әділбек Мұратұлы. Мен осы мектепте деген 2009-дан бері жұмыс істеп келатырмын, уже 10 жылдан асты. Осы еңбек пәні деген өзім таңдадым пәнді. Өзіме жақсы көретін жұмыс негізінде, бірақ та оның жауапкершілігі өте көп. Мына балдар деген ішінде станокпен жұмыс істейтіндер бар ғой. Станокпен деген қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп барып, инструктаж өткізіп барып кіргізбесең, олар түсінбей жарақаттап қалуы мүмкін. Оның жауапкершілігі өте жоғары енді. Сосын ол әрбір бала келіп жұмыс істей бермейді, оның жұмыс барысында байқауға болады, бала қорқа ма, қорықпай ма, ол станоктан қорқатын болса, оған жолатпаймын, оған бір жеңіл жұмыс беремін өзім. Әрбір бала өзінің индивидуалды дейді ғой айтқанда, өзінің подходы бар, өзінің қабілеті болады баланың. Станокпен жұмыс істегісі келетін бала, қорықпайтын бала уже алып келеді, ол бала 7-8 класстан бастап алып кетіп, 10-11 классқа дейін жақсы жұмыс істесе, ол станокпен уже не алып алады жаңағы. Баяғыда айтқандай, разряд алып алады мысалы. Ол тек қана станокпен жұмыс істеу емес, бізде бумажный моделирование деген не бар. Сонымен де балдар қызығатын балдар бар. Оған енді шыдамдылық керек ол біріншіден. Ол да күрделі жұмыс, отырысы көп оның деген. Ойлау қабілеті, мысалы, ювелирный работа дейді ғой. Көбісі бала, көп балдарда нетпейді оған. Қызықпайды ол, санаулы бала бар ішінде. Шыдамдылық болу, дамытатын бала неғылдайын тағы басқа. Ол баяғы біз журнал болды ғой. Журналдар шығатын, юный техник, конструктор деген ішінде выкрикілер болады. Сол ішіндегі, қазір ол журналдар жоқ болған, біз интернет желісінен көшіріп аламыз оны. Қатырма қағазы шығарып, қиып, желдеп. Соның арқасында біз жарысқа да шығып жүрміз мектептен балдар. Осы 10 жылдың ішінде жарысқа да қатыстық, оның ішінде қиыншылықтар да болады көбінесе. Балада енді жаңғызына еңбекке бейімделмегенде балдар көбісі спортқа қабілеті көп болғасын, кружоктарға кетіп қалады мысалы. Ал осыны бізде мектепте енді дарынды балдар бар. Мен өзім факультатив деген, қосымша сабақ деген аштым. Соның ішіне келеді бізге. Ол ішінде 5-ші класынан бастап 11-ші кластың балалары келеді. Оны қарамаймын, қай класста оқитынын, оның несіне қараймын, дарын қабілеттілігіне қараймын, шыдамдылығына қараймын. Ол бала талпынса, өзі алып келеді ол деген. Ал үйренгісі келмейтін бала, қарағысы келмейтін бала, қанша келіп қызықтырып көрсетсем де ол қарамайды, өзінің несінің ішінде тартылып тұрса, мысалы жұмысқа, ол сол баланы дамытуға болады. Ол дамығанда жаңғыз баламыз, ер баламыз, қыз балдар да бар ішінде мысалы бізде. Мысалы шахмат жасайтын балдар бар, шахмат жасап жарысқа кеткен балдар бар бізде. Біз Қанашының 5-ші мектептен атағын шығарып жүрген балдар бар мысалы, неше оқушылар бар. Үйренем деген, талпынам деген балаға өзімді қол ұшын беріп, өзімді аямаймын негізінде. Дамытуға, дарын дамытуға, шыдамдылығын дамытуға, өзімізді аямаймыз. Өзім балам оқытамын деп өзім таңдаған мамандығым болғасын, енді біз мұғалім болғасын, бала бізге жауапкершілікке жатады ғой енді.